Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа истихфар деп айта кетті. Расында истихфардың адамның өмірінде мәні өте зор. Алла тағала адам баласы әлсіз болып жаратылғаннан кейін әлсіздігіне байланысты түрлі құтылатын жолдарды берген. Ол тәубе етуі, истихфар айтуы, кез келген бір ісіне өкінсе қайталатындай жол қалдыруы, тіпті қанша өмір бойы жасаған бір қателік жасап келген болса да, қай уақытта болсын өкініп артқа қайтатындай мүмкіндік жасап қойған әдейі. Бұл Алла тағаланың адам баласына деген мейірімі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде: "Айюханнас тубу илаллахи вастағфируху фа инни атубу илайхи фил яуми миата марра." Ей адамдар, Алла тағалаға тәубе етіп одан кешірім сұраңдар, өйткені мен күніне 100 рет тәубе етем деп айтқан. Екінші бір риуаятта сабаина марратан деп келеді, 70 мәрте тәубе етемін деп келеді. Тәубе жасап үнемі Алла тағаладан кешірім сұрап отыруы міндеттелгендігі. Енді осы кезінде ойлаушы едік, осы күніне 100 рет тәубе, күніне 100 рет кешірім, истихфар деген нәрсе ол қалай деп адам қабылдай алмайтын. Астағфируллаха ва атубу илайх деп айтуы, соны 100 рет айтуы осы сөзді. Астағфируллах ва атубу илайх. Адам күніне 100 рет емес 1000 рет айта алады бір адам, керек болса. Айтып үйретім болса, күніне 1000 рет айтуға мүмкіндік бар деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен 100 рет айтам дегені, пайғамбар басымен 100 рет айтам дегені. Біз одан да көбірек айту керек екенін. Енді көреміз, тәубе мен истихфардың арасында айырмашылық бар. Истихфар деген өткен күнәларға кешірім сұрау деген сөз. Ал тәубе болса, 3 шақтың үшеуінде қамтиды. Тәубенің шарты қандай? Өткен іске өкіну, күнәлі істі тастау, және күнә істемеуге бел байлау деп 3 нәрсе бар. Күнәға өкіну деген өткен нәрсеге өкіну керек деген бір. Қазіргі уақытта күнәні тастау керек деген. Болашақта жасамайым деген бел байлау керек. Сонда тәубе болады. Ал истихфардың ондай шарты жоқ. Истихфар өткен күнәларға үнемі жарылқау тілеп отыру Алла тағала. Адам бір нәрсені бүлдіріп қойған, өз біледі, немесе қарап отырып бүлдірді бір нәрсені, соған Алла тағаладан кешірім сұрауы. Бұл нәрсе истихфар деп аталып, тәубені қамтымайды. Истихфар тәубені қамтымайды, бірақ тәубе истихфарды қамтып кетеді, ішіне алады. Өйткені тәубе кеңінен ғой, 3 шақты да қамтып тұрғандығы үшін. Енді көреміз, Құран Кәримде қаншама аяттар бар осы истихфарға байланысты. Алла тағаладан кешірім сұрауға байланысты. Бір Алла құлшылық етсін деп пайғамбарлардың баршасы осы шартпен келгендігін көреміз. Құран Кәримде Нұх сүресі келеді. Осы Нұх сүресіне байланысты Хасан әл-Басридің айтқан сөзі бар. Хасан әл-Басри бір күн сабақ беріп отырған уақытында бір кісі келіп айтады: "Шейх, менің бір сұрағым бар" дейді. "Сұра" дейді. Сол уақытта істеген ісімнің ешқандай берекесі болмай жатыр дейді. "Не істесем болады" дейді. "Алладан кешірім сұра" деп айтады. Сосын екінші бір кісі келеді. Біраз уақыттан кейін екінші бір кісі келіп сұрайды: "Егін егіп едім, егінім шықпай жатыр" дейді. "Не істесем болады" деп сұраған уақытта истихфар айт дейді. "Алладан кешірім сұра" дейді. Ол да кетеді. Тағы біраз уақыттан кейін тағы бір кісі келіп: "Әйелім көтермей жатыр" дейді. Бала көтермей жатыр. "Соған не істесем болады" деген кезде "Алладан кешірім сұра" дейді. Жанында шәкірттері сұрайды: "Бұл қалай болған" дейді. 3 адам 3 түрлі сұрақ берді, сіз бір-ақ жауап айттыңыз барлығына дейді. Сонда мен бұны ойымнан айтып жатқаным жоқ дейді. Құран Кәримде Алла тағала айтқан дейді. Нұх пайғамбардың айтқан сөзін келтіреді Құран Кәрим. "Фақульту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара." Раббыларыңнан кешірім сұраңдар, Алла сендерді кешіреді. "Юрсилис самаа алейкум мидрара." Аспанды сендерге жаңбырмен жібереді дейді. Яғни аспаннан сендерге жаңбыр жаудырады. "Ва юмдидкум би амвали ва банин." Сендерге мал береді, бала шаға береді. "Ва ядж'ал лакум джаннатин ва ядж'ал лакум анхара." дейді. Сендерге бау-бақшалар өсіреді және өзендер ағызады дейді. Истихфардың нәтижесі. Осы жерден шығардым деп айтқан. Демек не екен? Адам жолы болмай, берекесі болмай жүрсе, Алладан кешірім сұрау керек. Біз не істейміз? Сырттан көреміз. Пәленше дуаладым екен дейді.
бір тәуіпке барады, ол тәуіп айтады, сенің жолыңды байлаған, көзі көк, шашы қара, осындай адам дейді. Одан ол адам іздейді жан жағына, кім бар еді, бұндай жаңағының айтқандай деп. Ары бері жүріп, әйтеуір біреуге күмәнданасың. Ай, осы болса керек деп. Ал негізі шариғатымыз не істеп тұр? Адамның өзі кешірім сұрау керек. Еккен егіндігіңіз шықпай жатыр ма? Әйеліңіз бала көтермей жатыр ма? Адам өзінен көріп, Алладан кешірім сұрау керек деген. Өзінен көріп, Алладан кешірім сұрау отыру керек. Міне осы нәрсе адамға пайда береді. Біз жаңағыдай көбінесе сыртқа кетеміз. Әрбір адамнан ар жақтан бер жақтан іздеп жолымыздың болуын басқадан сұрап кетеміз. Бірақ Алла тағаладан кешірім сұраған уақытта Алла үнемі беріп отырады. Истиғфар айтқан уақытта адамның ризық нәсібесі көбейеді. Адамның күнәсі кешірілген сайын Алла тағала ризықтың жолын ашады оған. Бірақ қараңыздар, бір қызығы, тәубе ету деген сөз, тәубе еткеннен кейін ол күнәға бармау деген шарт бар ғой. Тәубе еткен адам қайтадан бармау керек. Сол күн тәубе болып есептеледі. Ал истиғфардың мұндай шарты жоқ. Адам бір күнәні бірақ қайта-қайта істей беріп, қайта-қайта кешірім сұрай беруі дұрыс емес деген. Алайда кейбір ғұламаларымыз ол да күнәні қайта-қайта істеп қоятын адамның өзі Алладан қайта-қайта кешірім сұраса, оны күнәсі сұраған сайын кешіріліп отырады деген. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, Абу Саид аль-Худриден, Абу Хурайрадан келген риуаяттар бар. Қудси хадис, ол хадисте айтылады. Алла тағала былай деп айтады дейді. Құлым бір күнә жасады дейді. Азнаба абди замбан ва закара лаху анна лаху раббан яғфиру зунуба жамиан. Құлым бір күнә істеді, және оның бүкіл күнәні кешіретін Раббысы бар екенін есін алды дейді. Қала рабби ғфирли дейді. Алла, мені кешір деп дұға жасайтын. Сонда Алла тағала бұны кешірдім деп айтады дейді. Мені еске алды, күнәні кешіретін мен Раббысы бар екенін білді, мен бұның күнәсін кешірдім деп. Екінші риуаяттарда алима анна лаху раббан яғфиру замба ва яхуду бидзамби дейді. Күнәсін кешіретін және күнәсі үшін жазалайтын Раббысының бар екенін біліп, кешірім сұрады деп айтады дейді. Мен оны кешірдім деп айтады деген. Ол осылай жалғаса береді деген. Ол қаншалықты күнә жасаған сайын кешірім сұрап отырса, оның күнәсі кешіріліп отыратында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис шарифінде ла ямаллуллаху хатта тамаллу дейді. Сендер жалықпасаңдар, Алла жалықпайды деген бар ғой. Дұға жасап жалықпасаңыз, Алла қабыл етуден жалықпайды ондай. Сұраудан жалықпасаңыз, беруден жалықпайды. Демек не екен? Адам үнемі кешірім сұрап отыру керек екендігі. Құран Кәримде осыған байланысты аят келеді. Мұнафиқтар, мұъминдер туралы айтылған жерлерде ар-бір сипаттарын айтып келеді. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. Олардың бір топ адамдар бар, жақсы ізгі істер істейді, бірақ арасында күнәлі істерді жасайды дейді. Асаллаху айяғфира лахум дейді. Алла тағала бұлардың күнәсін кешіруі әбден мүмкін дейді. Инналлаху ғафурур рахим. Алла тағала кешірімді, мейірімді деген. Демек не екен? Біздің қазір халіміз осы ғой негізі. Жақсы істеріміз бар, арасында қисық кеткен жерлерде бар. Бір кісі болады, өзін Құран Кәримнен іздейді. Осы Құранда барлығы айтылғаннан кейін мен туралы аят бар ма деп іздейді. Ар іздейді, бер іздейді, таппайды. Өйткені Құран Кәримнің мұъминдер, мұсылмандар деп айтқан аяттарды көретін болса, өзі оған сай келмейді. Түнде тұрып намаз оқушы, таң сәріде истиғфар айтушы дейді, жер бетінде тәкаппарланбай жүруші деп түрлі аяттар келтірген уақытта жо мынау мен емес деген. Ары оқи келе тура Тауба сүресінің осы аятына келеді. Уахаруна тарафу бидзунубихим дейді. Өзінің күнәларын мойындайтын адамдар бар дейді. Халату амалан салихан дейді. Жақсы істер істейді, уахира сайиа дейді. Кейбір істері де қате, күнәлі істер дейді. Мынау мен деп айтқан міне дейді. Асаллаху айяғфира лахум деп аятын жалғасы келеді. Алла олардың күнәсін кешіруі әбден мүмкін деп. Келген уақытында Алла мен кешіреді екен деп барынша күнәсін тәубе етуге, истиғфар етуге кіріскен екен. Демек не екен? Әр адам Құран Кәримде байқап отырса, әр нәрсенің ұшы шығып тұрғандығын көреді. Біз адам баласы жалпы күнәлі істерді жасаған сайын адамның жүрегі қатая бастайды. Жүрегі қатайған уақытында істеген ісі берекелі болмайды ешқашан. Сахабилерден риуаят бар. Егер мен бір күнәні жасайтын болсам, сол күнәнің әсерін
әйелімнен және көлігімнен байқаймын деп айтқан. Сіз мына жақта бір нәрсе бүлдіретін болсаңыз, күнәңіз көбейіп жатқан болса, біліңіз, үйіңізде әйеліңіз мазаңызды алуды бастайды. Және көлігіңізге әсер етеді деген ол. Көлігіңіздің бұзылуы, соғып алуыңыз, басқаңыз дегендей. Ол бұрынғы ғана жанды еді ол көліктер. Қазір жансыз болса да, оны екеуін бөліп жармайды. Көліктен бұның әсері болады деп. Көп адамдарымыз үйінде жанұясының мәселесін шеше алмай жүреді. Осындай болып жатыр, мұндай болып жатыр. Бұлай тартса ар болмайды, бері тартса бері келмейді, болмайды. Не істерін білмей жүреді. Адам өзінен іздеу керек. Кез келген нәрсені. Бізді құртқан осы нәрсе, біз сырттан іздеуіміз. Сол құртады бізді. Өзімізде неге іздемейміз? Неге бұл менің істегенімнен болды деп. Кез келген нәрседе адамның өзі істеген ісін мойындайтын адамнан әрдайым хайыр, жақсылық күтіледі. Ал өзінен көрмей, сырттан көретіндер бұлардың жаңа күнәсі кешірілуі өте қиын. Біз қараймыз, көбінесе жақсы адамдар бар. Кейбір адамдар арақ ішіп жүреді мысалға. Бірақ әлі де ар намысы деген нәрсе бар. Пікірі дұрыс адамда, бірақ күнәға белшесінен батып жүрген адам болады. Осы ауылда тұрамыз ғой көпшілігіміз. Білеміз, ауылға барсаңыз, сіздің намаз оқитыныңызды білсе, адамдар ішіп алған адам көрсе не істейді? Кешір дейді, қашады бірден. Әлі де болса, ол өзінің қате жолда екенін біліп тұр да, мойындап тұр. Соның үшін кешірім сұрап жатыр. Міне осындайлардың күнәсі кешіріліп кетуі әбден мүмкін. Адам не істейді? Қателігін біледі, бірақ үнемі не істейді екен, сол нәрсесін мойындап, Алла Тағаладан кешірім сұрайтын болса, ойланбайтын адамға ешқашан хидаят жоқ. Адам ойлану керек, бір. Не уағызды тыңдайтын адам болу керек, не ақылға салып ойланатын адам болса, хидаят жолын табады. Алла Тағала оған нәсіп етеді. Тозаққа түскен адамдар айтатын сөздер не болады дейді? Ләу күнна насмау ау нақилу деп айтады дейді. Біз тыңдағанымызда ғой, немесе ойланғанымызда ғой деп, осы тозаққа түспейтін едік деп. Ма күнна фи асхаби саир дейді. Тозақтың иелерінен болмайтын едік деп айтады дейді. Тыңдау бар уағызды, Алланың аяттарын. Екінші, ақылға салып ойлану деген нәрсе бар. Бұл екеуін істейтін адамдар үнемі құтылады, тура жолын табады. Алла Тағала нәсіп етеді оларға. Үнемі адам мына нәрсем не болып барады, мен не істеп жатырмын деп ойланған адамына хидаяттың келетіні. Көріңіз, кез келген адам қате жолдан күнәға әбден батқан болса да, қайтқан адамдарды көрсеңіз, я ойланады, немесе сол нәрсеге өкінеді, бір өзінің ішінен талпыныстың болғанын көресіз. Сол арқылы қайтқаны. Талпыныс болмаған адам ешқашан қайтпайды. Үнемі өзінің алған бетінен қайтпайды. Құран Кәрімде аят бар. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Сен олардың арасында жүрген уақытында Алла Тағала оларға азап жібермейді. Және олар кешірім сұрап жүрген бойда Алла азап жібермейді деген аят бар. Екі нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір адам болады, бәдәуи адам еді дейді. Ол Ибн Касирдің де, Құртубидің де тәфсірінде келеді. Бір бәдәуи адам бар еді, келіп күнәлі істерден басы босамайтын адам екен. Бір жерден шықса, екінші жерден бір нәрсені бүлдіреді, я намазын зорға оқып бірде, жамағатына келе алады, бірде келе алмайды. Түрлі нәрселермен жүрген сол уақытта. Сөйтіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткеннен кейін барып үстіне жүннен жасалған киім киді дейді. Сөйтіп Алла Тағаладан кешірім сұрап, көп құлшылық жасауға берілді дейді. Сонда сахабилер айтады: "Мына ісіңді пайғамбардың көзі тірісінде жасағаныңда ғой, қуанып қалар еді сені көріп" дейді. Неге осыны істемедің деген кезде, мен Құранның аятын оқыдым деген. Араларында, олардың арасында сен жүрген уақытыңда оларға азап келмейді деген аятты білетін едім мен деген. Пайғамбар бар арамызда, бізге азап жоқ деп жүрген. Енді ол кетті, екінші бірақ себеп қалды, ол нәрсе біздің кешірім сұрауымыз ғана деген. Кешірім сұрамасақ енді құримыз деген. Сөйтіп пайғамбардың көзі кетті деп кешірім сұрауға берілген екен. Демегіне адам бір нәрсеге үміттеніп жүр деген сөз. Әркім әртүрлі жолмен бір нәрсеге үміттенеді. Сол осы аятта да айтады: "Уама каналлаху муаззибахум ва хум ястагфирун" деген. Олар Алладан кешірім сұраған бойда ешқашан оларға азап келмейді деген аятқа сүйене отырып, ғұламаларымыз осы жерде пәтуа шығарған. Демек адам қайта-қайта күнә жасап қоятын болса да, қайта-қайта кешірім сұрау керек деген. Сонда азап келмейді деген. Азаптың келмеуіне себепкер истихфар болады. Ләл азаба ма'ал истихфар дейді. Истихфармен бірге азап жоқ деп айтқан. Адамның үнемі күнәһар да болса үнемі мойындап жүруі, Алладан кешірім сұрап жүруі. Бірақ бізде осы нәрсе кеңінен жайылып кеткен бар.
Бізде қазекеңдер әйтеуір бір нәрсені көрсе, ана ұрлық жасайын деп тұрса, біледі ғой, ана болмайтыны. Құдай өзі кешірсін дейді, іліп кетеді ғой. О, болмайды бізде. Осы әдет болып кеткен. Мойындайды, Құдай өзі кешірсін дейді, іліп кетеді оны, болды. Осы нәрсе негізі қою керек. Истиғфар деген өтіп кеткен нәрсеге күнә ғой, өтіп кеткен күнәға кешірім сұрау ғой. Соның үшін кеткен нәрселерге. Бірақ осыны қате түсінбеуіміз керек. Демек мен күнә істей берейін, кешірім сұрай берейін артынан деген нәрсе емес бұл. Адам өзі жалпы күнәқар. Жалпы адам табиғаты күнәға бейім. Қарап отыр, бір нәрсені бүлдіре береді адам. Отырған кезде біреуді әңгіме қылып қалады, немесе біреудің айтып жатқан өсегін барып тыңдап қалады. Жолға көлігіңізге мінсеңіз де ондай да болып қалады ғой, кейде алдыңыз қысып кетсе, бірден айқайлап боқтап жіберуіңіз мүмкін, бірден Алладан кешірім сұрау керек артынша. Астағфирулла, мен не істеп жатырмын деген сияқты, міне осы истиғфарларыңыз пайда береді деген сөз. Адам бір нәрсені екінші нәрседе бүлдіріп кете беруі мүмкін, бүлдірген нәрселердің әрбіріне кешірім сұрап отыру керек. Осы нәрсе ең жақсы нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны үшін айтты. Күніне 100 рет истиғфар айтамын деп. Мынау жолы болмай жүрген кісілер көбінесе келіп жолымды ашып бер дейді. Оқып бер мені деп. Кейбіреулер тұмар тағып бер маған, тұмар жазып бер деп келеді. Он тұмар, жаңағы көз моншақ деген не пайда келтіреді? Ол ақыл есі дұрыс адам ғой. Жасы жаңағы кәмелет жасына жеткен. Ол кішкентай бала болса мейлі, мынаған бір тұмар жазып, дұға жазып қойшы мойнына десе, адам түсінуге болатын еді. Ал бірақ есі дұрыс, дені сау адамның өзі істеу керек қой кез келген нәрсесін. Истиғфар айту керек, Алланы тәубе ету керек, құлшылығын өзі жасау керек. Көп адамдар қателікке ұрынады. Бір күн мынандай жағдай болады, енді айта кетейік. Имам Ғазали рахимахулла ұстазынан естиді. Кімде-кім 40 күн бойы Алла Тағаладан кешірім сұрап, үнемі мешіттен шықпай 5 уақыт намазды мешітте жүретін болса, оның аузынан хикмет сөз шығады дегенде естиді. Сөйтеді, 40 күн бойы мешіттен шықпайды. Құлшылығын жасап, намазын оқып, сол жерден жамағаттан қалмайды 40 күн. Сөйтіп 40 күн өткеннен кейін аузынан ешқандай хикмет шықпайды дейді. Бұл қалай болды дейді. Не үшін менен аузымнан хикмет шықпайды деген кезде, сен аузымнан хикмет шықсын деп жүрдің ғой мешітте деп. Алла ризалығы үшін оқы деген екен 40 күн намазыңды жамағатпен. Тура сол секілді екен, адам қате істеп жүрген нәрсесін мойындап күнәсына кешірім сұрау керек. Мысалы, көп адамдарымыз мынандай нәрсені жасайды екен. Үлкен кісілеріміз денсаулық болмай кетті, намаз оқиық. Және денсаулыққа пайдасы бар. Маңдай сәждеге қойсаң, мына тамырларды жерде басқанай массаж болып, қан жүгіруі жақсы болады екен. Сондай нәрселерді естіп, ана физзарядка болсын деп оқиды. Оның намаз болмай қалады ғой. Ниет сол болып кетеді ғой. Денсаулық болсын деп. Алла Тағала денсаулығын беруі мүмкін, сауабын бермей қояды оның кейін. Соның үшін кейбір кісілер намаз оқысаң жолың ашылады екен деп оқып, жол ашылмағаннан кейін намазды тастап кетеді. Кешірім сұрау керек Алладан. Бұл ондай емес. Намаз парыз болған үшін оқу керек, Алланың әмірі болған үшін. Сізге пайдасы болсын, оның зияны болсын. Тіпті намаз оқыған үшін зиян келіп тұрайын, зиян тиейін деп тұрса да оқуыңыз керек. Ең болмаса жатып болса да оқуыңыз керек. Ол өйткені намаз парыз. Тура солай түсінген уақытта. Енді көреміз, біз кез келген қате істерімізге осы истиғфар айтып отырған уақытта Алла Тағала сол істі түзейді. Үнемі бұл істі түзейді. Адам жаңа алдында айта кеткеніміздей истиғфар мен тәубенің мағынасын білу керек. Біздің бұл өлкелерде намаз оқып жүрген адамның үлкен күнәлі іс істеуі дегенді қабылдай алмайды. Мысалға, 5 уақыт намаз оқып жүрген адам арақ ішіпті дегенді бізде қабылдай алмайды ондайды адамдар. Біздің түсінігіміз қабылдамайды. Араб елінде бар ғой ондайлар. Олардың түсінігінде біздікінде емес. Біраз кішкене бостау. Ана арақ ішіп болған адамды көрсе, не қылады олар? Бірден енді халық ешкім көрмесін, есін жинасын деп ұстап алады. Қамақ қойып, кішкене есін жинағаннан әңгімесін соң айтады, мынау не мынау? Тәубе жаса деп. Ал бізде ондай нәрсені қабылдай алмаймыз. Бізде одан кішісінің өзін жаңағы мұсылман адамның қабылдай алмаймыз. Бірақ кез келген адам кез келген нәрседе ұрынуы мүмкін. Ұрынған уақытта да бір мұсылманның айыбын ашпай, онда жауып тастап, жаңағыда есін жинатып алып шыққан дұрыс. Және кешірім сұрату керек, кешірім сұра. Кейбір адамдар сондай ұрынады, бір ішет,
Оны қояды, кейін қайтадан ішіп кетеді. Бұндай адамдар бар ғой ауыл жерлерде, бұрыннан ішіп келе жатқандар, бір намазға келеді, біраз уақыт жүреді, қарасаңыз қайтып ішіп кетеді. Қайтып келеді, қайтып ішіп кетеді. Бірақ бұларға бәрібір де истиғфарын айтып, жаңағы тәубесіне келтіртіп, намазын оқыттыру керек. Өткенде бір жігіт, бір кісі намазды пайда болады деп оқыпты да, сонымен ешқандай жолым болмай қойды деп тастап кетті бұл кісі. Өзіміздің бауырларымыздың бір көпшілігіміз танитын. Сонымен қайтадан айтсақ, енді мен оны оқимын дейді, бірақ көңілім бұрынғыдай болмайды дейді. Біраз оқимын, қайтып бастап кетемін дейді. Онда да жасау керек. Не істеу керек екен? Ол адам көп истиғфар айтып, жүрегін тазалауға тырысу керек. Ықылас деген нәрсе кетіп қалады соның үшін. Истиғфар адамның көңілін бірінші тазалайды, күнәсін жояды. Күнәсі жойылған сайын адамның үнемі ісі алға басады, жасаған қолшылығынан да ләззат сезе бастайды. Алдыңғы ғұламаларымыздың истиғфарды көп айтуды, жаңағы калиманы көп айтуды міндеттеген сол үшін. Және истиғфардың да мустағфирина бил асхар деген аят бар ғой, таңға жуық, таңғы уақыттарда истиғфар айтушылар дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху түнгі уақыттарда намаз оқиды екен, сахар уақыты дейміз ғой. Енді таң ататын уақыт келген кезде сол уақытта жанында өзінің не дейміз, жанында құлы дейміз ба, содан айтатын болған, таң атты ма деп айтқан, сахар уақыты болды ма деп. Иә деген кезде намаз тоқтататында Аллах Тағаладан кешірім сұрауға кірісетін дейді. Таңғы уақыттың истиғфары басқа уақыттан абзал деп айтқан. Ал жалпылама алған уақытта истиғфар қай уақытта жақсы деген кезде күнәнің артынан бірден жасалған, Алладан кешірім сұралған. Күнә бүлдірген болса, есіне түсті, бірден Алла Тағаладан кешірім сұрауы. Осы маңызды. Біразға ұзатып жібермей, менікі дұрыс емес екен ғой мына ісім, қате болыпты ғой. Демесе адам нәпсіге беріліп бір нәрсені бүлдіріп қою мүмкін, бірден артынан Алла Тағаладан кешірім сұрасын дейді. Сонда барып жаңағы күнәсінің жабылып кетуіне, күнәсінің кешіріліп кетуіне, және күнәлі істі ешқашан айтпау. Бір адамдар, мәз болып айтатын адамдар бар. Мен мынандай нәрсе жасадым, бүйттім де сөйттім, анан алдап кеттім, ақшасын алып кеттім деген секілді, ол дұрыс емес. Бүлдірген ба, мұсылман адам бүлдірмейді емес, бүлдіреді. Бірақ бірден Аллахтан кешірім сұрау. Кісі ақысы болса, бірақ енді бұған кірмейді. Кісі ақысын қайтару керек болады. Ол адамның жеке басындағы күнәлары ғой. Соның үшін, құрметті жамағат, таңғы уақыттың, сахар уақытының истиғфары өте маңызды. Күнәнің артында, күнә бүлдіріп жасап қойған болса, артынша жасалған истиғфарды өте маңызды. Ал жай жүрген уақыттардың өзінде үнемі астағфируллах, астағфируллах деп үнемі айтып жүру адамның. Іштей айтып жүру көрінген уақытта. Адам көңілі тазарған сайын, Алла берілген сайын, Алла ризық нәсібесін көбейтеді ол адамның. Бұның барлығы бірін-біріне тікелей қатысты болады. Ал енді ақыреттің өзіндегі жаңағы истиғфармен бірге азап жоқ деген хадис шәрифтен де келтіретіні, ғұламаларымыз ол дүниедегі де ақыреттікін де қамтиды деп айтқан. Өйткені үнемі кешірім сұраушы адамнан Алла Тағала жаңағы кек алмайды деген. Өйткені күнәсін мойындап кешірім сұраған адам болған үшін. Ал ең абзалы тәубе еді ғой. Тастап, кесіп тастап болды. Бұл нәрсеге бармаймын дейді. Мінекей бүгінгі тақырыбымыз осы еді. Алла разы болсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.